Саламатсыздар. Менің аты жөнім Кенебаева Күлсиямын. Түркістан облысы Созақ ауданы Таукенттен келдім. Менің бауырымда 4 киста, ұйқы безінде 2 киста деп берді. Оны білмейтін санаторияға барамын деп, бауырдан УЗИден өтпегесін өтсем солай болып шықты. Сонымен врачқа барсам, санаторияға барып емделіп келіңіз, сосын көреміз деді. Бірақ УЗИде қыздар ойбай, аспанды жерге түсіріп, немене көрінбейсіз ба, мынау. Ошын сіз онкологическийге баруыңыз керек, емделуіңіз керек деген сөз айтты. Сосын уайымдап, не істерін білмей санаторияға бардым. Емделіп келгеннен кейін ізденіп жүріп Инстаграмнан осы Жұмадан деген кісіні көрдім. Сонымен осы жерге келдім. Содан ем алдым. 10 күн укол алып ем. Бауырым сыздап ауыратын, изжога беретін, асхенасым қорытпайтынмын. Осы уколдан кейін жақсы болды, сыздап ауырғаны да, изжогам да бәрі басылды. Аллаға шүкір. Енді мынау аяғым белден төмен ұйытын, ол да тарап, осы күнде ұйығаны басылып келатыр. Енді 10 күннен кейінгі нәтижесінде тағы да дәрілер беріп атыр, шөптен істелген. Сол дәрілерді ішем ба деп отырмын. Бұрынғыдан әлде қайда жақсы болып қалдым. Жақсы, Алла толық шипасын берсін. Ауырмаңыз, бала шағаңыздың арасында ойнап күліп 100 жасай беріңіз. Амин. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы.